біздер сабағымызды бастамас бұрын адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасын іске асыру мақсатында алдымен әнұранын орындап алайық. Алтын көл аспаны, алтындан даласы, ерліктің бастаны, еліме қарсы. Біздің бүгінгі тәрбие сағатымыздағы қауіпсіздік сабағымыздың тақырыбы төтенше қызмет нөмірлері. Ауырып қалған жағдайда қандай қызмет нөміріне хабарласуымыз керек? Мына бұлттардың ішінде әртүрлі сөздер берілген, иә? Бәрі де адамгершілікке қатысты құндылықтар. Адалдық ісі. Енді қазір әрқайсының қима қағаз аласыздар, соған адал іс болған шынайы мысалдар жазасыздар. Бұл сөз өмірлерінің, көргендердің немесе отбасындағы жағдайға алынған оқиға болуы мүмкін. Жазған қағаздарыңызды адалдық қорабына саласыздар. Сол жазған қима қағаздарындағы адалдық іс жөнінде жазған мысалдарыңызды оқып талқылайтын боламыз. Келесі тапсырмамыз жағдаяттан шығу. Бұл жерде сіздер топқа бөлініп отырсыздар ғой. Әр топ сіздер өздеріңе берген тапсырманы орындайсыздар. Апай, мен есеп қайтадан шығарып көрсем бола ма? Қателесіп кетіппін. Әрине болады болған. Қателікті мойындау үлкен адамдық қасиет. Жарайсың. Жарайсың болған, батыл екенсің. Я бәріміз де қателесеміз. Ең бастысы мойындау білу. Адалдық пен жауапкершілік әр оқушыға қажет қасиет. Салтанат, мына қалам Раушандікі ғой. Сен кеше алдың ғой. Я білем, бірақ байқамайтын шығар, қайтармай қояйын ба? Жоқ, дұрыс болмайды. Біреудің затын рұқсатсыз алуға болмайды. Жүр, бірге барып берейік. Жарайды. Раушан, мынау сенің қаламың ғой. Мен кеше сенен алып қайтаруға ұмытыппын. Рахмет, Салтанат. Айтып бергендерің дұрыс болды. Оқушылар, келесі біздің тапсырмамыз осы адалдық армысыз деген тақырып бойынша біздер постер қорғаймыз. Адал адамның сипаттайтын 5 қасиетін жазасыздар постерде. Сосын 3 әрекет, 1 ұран шығарып топта қорғайсыздар. Адалдық тобында 5 қасиет құрады. 5 қасиеттер сенімді, әділ, шыншыл, мейірімді, қамқор. Ал 3 әрекетте қателікті мойындау, өтірік айтпау, уәдеде тұру. Екінші адалдық алға. Топтың ұраны, бәріміз бірге айтайық. Топтың ұраны адалдық алға. Сабағымызды қорытындылай келе, тақтаға назар аударайықшы. Мына жерде 2 үлкен жүрек тұр. Біріне адал іс жазылған, ал екінші жүректе адал емес іс. Мен сіздерге мына қолымда тұрған карточкаларды қазір сіздерге таратамын. Соны оқып, сіздерде қайсысы адал іс, қайсысы адал емес іс, соны ажыратып жүрекшелерге саласыздар. Біреудің затын рұқсатсыз алу, бұл адал емес іске жатады. Өтірік айту, ол адал емес іс. Адалдық құрамына біздер мысалдар келтіріп салған болады. Осы мысалдарды естейміз десе, біздер сабақтың соңында талқылаймыз, кім қандай мысалдар жазды екен. Шын өмірден алынған мысалдар жаздық па? Дүкенде кассир маған ақша артық қайтарып береді. Мен оны қайтадан беріп қателескенін айттым дейді. Бұл қандай қасиет? Адал іс дұрыс айтасыздар да? Дос болайық деген бір әнімізбен сабағымызды қорытындылайық.